Хосе Рауль Капабланка, Савелий Тартаковер. Кейбір кезде Ксавье Тартаковер деп айтады. Нью-Йорк 1924 жыл. D4 E6 ATF3 F5 бұл енді Голландия қорғанысы. C4 ATF6 піл G5 піл E7 AC3 рокировка E3 B6 піл D3 піл B7 рокировка. Уәзір E8 уәзір E2. Ат негізгі орталыққа келді, алдық және уәзір E7 A4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. Піл F3 өте жауапты шешім. Мен бұл туралы айта берем. Пілді атқа айырбастар алдында өте мұқият болу керек. Уәзір F3 ат C6 тура F B1. Болашақта енді мына уәзір қанатында белгілі бір қысым жасаймыз деген ойдамыз. Тура A E8 уәзір H3 тура F6 және F4. Бұл мына торды бақылауға алу. Енді болашақта мына піл мына аттан кем болмайды. Оны ойлап қалмаңыздар. A5 уәзір F3 D6 тура E1. Мүмкін болашақта орталықты қопарармыз деген ойдамыз. Уәзір D7 E4. Айтқанындай, мына пілдің осындай бір ерекшелігі бар. Мүмкіндік бар болса, позицияны ашық ұстау керек. Өйткені пілдің атқа қырғанда қандай жағдайда артықшылығы бар. Позиция оң қанатта және сол қанатта, екі қанатта жүзеге асырылып, және позиция ашық болу керек. Алдық, уәзір E4, мүмкіндік бар болса, мына жерге шабуыл жасау. Бұлай және G3. Капабланканың тамаша ережесі. Егер де сіздің піліңіз не болатын болса, ақ болатын болса, онда сарбаздарды қара түске орналастыру керек. Патша F8, патша G2, бұлай және H4. Енді мына жерден ештеңе өнбеді, енді мына жерден бір нәрсе өндіріп көрейік деген ойдамын. D5 алдық және H5. Көрдіңіздер ме? Мына G6. Бәрібір мына піл мына аттан мықтырақ екені көрініп тұр. Өйткені піл деген алыстан шабуыл жасауға мүмкіндігі бар. Бұлай алдық және тура H1. Патша F8 тура H7. Білетін нәрсеміз, ойынның соңында тураңыз өте белсенді болуы керек. Бұлай G4, AC4 және G5. Тағы да білет, Капабланка өзінің ережесін тамаша орындайды. Егер де пілі ақ болатын болса, сарбаздарды қара түске орналастырады. Шах, патша F3, ат F5, алдық және осы жерде Хосе Рауль Капабланка бұл партияны барлық жерде көрсетеді. Барлық енді шахматты түсінетін, шахматтан хабар бар адамдардың барлық осы партияны қарайды. Патша G3, патшаның белсенділігі. Бұл туралы біз үнемі айтамыз. Патша тура C3, патша H4. Тура F3 және G6. Қомағалар қатарында турамыз бар ма? Бар. Өтетін сарбазымыз бар ма? Бар. Белсенді патшамыз бар ма? Бар. Тамаша. Бұлай және патша G5. Бұлай және патша F6. Көрдіңіздер ме? Мына сарбазда алғысы келмейді. Бірден мат қойғысы келіп тұрған. Патша G8 шах және алдық. Тағы да бір рет мат қойғымыз келеді. Бұлай патша F5 енді ғана уақыты келді осы сарбазды алуға. E4 патша F6 және патша E5. Мұнаны алсаң ала бер, мен мұнаны алам деген сияқты. Бұлай шах және тура A7. Тура A7 енді ақырындап мұнаны да аламыз. G1 алдық, D6, D5, тура C7, патша C6, D6, осымен ойын аяқталды. Жалпы бұл классикалық партиялардың бірі. Таныс болыңыздар, Хосе Рауль Капабланка және Савелий Тартаковер.